Баршаңызға сәлем достар. Бүгін бізде қазіргі уақытта хит болып жатырған маклюбені дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып, осылай кесек-кесек етіп, төрт бұрышты етіп турап аламыз. Туралған етімізді табаға майымызды құйып, майды қыздырып, етімізді салып әбден қуырамыз. Қуырылған етімізге тұз саламыз, бұрыш саламыз және соя тұздығын салатын боламыз. Қуырылған етімізге су құйып, крышкасын жауып, әбден етіміз жұмсарғанша пісіреміз, 40 минуттай шамамен. Енді көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Осылай видеодағыдай тураймыз, қатты жұқа болып кетпеуі керек. Сәбізімізді тураймыз, баялдыны тураймыз. Және де пиязымызды осылай домалақ қылып турап қоямыз. Табамызға молырақ май құйып, ең алдымен баялдыны қуырып аламыз. Екі жағы қызарғаннан кейін ыдысымызға салфетка төсеп, осы баялдымызды түсіріп аламыз. Кейін сәбізімізді қуырамыз. Және картопты қуырып аламыз. Күрішті салқын суға жуып, табаға азғантай май құйып, үстіне күрішімізді салып, 5 минуттай қуырып аламыз. Енді маклюбемізді ыдысына жинаймыз. Ол үшін ең алдымен пиязды саламыз, үстіне етімізді салып шығамыз. Үстін осылай басып қойыңыздар, себебі аударған кезде шашырап кетуі мүмкін. Сол себептен үстін қолмен басып жіберулеріңіз қажет болады. Еттен кейін сәбізімізді, одан кейін картопымызды салып, және де тұз салуды ұмытпаңыздар, міндетті түрде тұз салыну керек. Үстіне баялдымызды саламыз, және де күрішімізді салатын боламыз. Бетін осылай тығыздап басасыздар. Жиналған маклюбемізді бетіне тұз салып, 1 сантиметрдей асатын етіп су құямыз. Газдың астын қатты жіберіп, күріштің суын сорықтырып аламыз. Суы сорыққаннан кейін баяу отқа қойып, қақпағын жауып, 30-40 минуттай пісіретін боламыз. Ол уақыттың арасында біз салатымызды дайындаймыз. Менде бұл жерде қызанақ, ағыршық
және де осындай кукуруз. Үшеуін кез келген маймен, оливковый масломен немесе шемішкі маймен тұз салып араластырып салат жасаймыз. Дайын болған маклюбемізді осылай ыдысқа аударамыз. Жан-жағына дайын болған салатымызды саламыз және де айранды құйып шығамыз. Айранның бетіне укроп, аскөк немесе жуа себуге болады. Мінекей достар, біздің маклюбеміз дайын. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!